Отпустите. Кедергі жасап отырсыз. Кедергі жасамақ түгіл беттеріңе түкіріп отырмын. Сендердің соттарыңа да, формадарыңа да, бүкіл прокурорыңа да беттеріңе түкіріп отырмын. Ал керек десе. Итке керек па сендердің соттарың? Қолдарыңнан келгендерді істеп аңдар. Мен сендерге тек қызық үшін, комедия көру үшін қатысып отырмын. Басқа түк жоқ. Мен комедия халыққа міне 2900 адам көріп отыр. Комедия көрсетіп отырмын. Сендердің соттарыңа да түкірдім, формадарыңа да түкірдім, үкімдеріңе де түкірдім. Интерполға жариялайсыңдар ма? Қолдарыңнан келгендерді істеңдер, құлғытанның тұқымдары. Ертең сендерді сутыңды да, судьяңды да, мына провокацияңды бәріңді халықаралық сотта соттатқан кезде, сол кезде еңіреп отырмаңдар айтпады деп. Мен алдын ала ескерттім сендерге. Сендер мына отырғандар, сотыңда, судьяңда, прокурорыңда, ұлттық қауіпсіздігіңде, сендердің бірін қалмай халықаралық сотта сотталасыңдар. Соны айтамын. Ой, шықаға екеуміз ғана қалдық қой, аналар қашып кетті ғой. Шыңғотаға. Жәке, сот қой бұл дейді, сізге қазір штраф салып жібереді. Ой, салып жіберсе $1 миллион лақтырып жіберем есеп шоттарына. Қашып кетті ғой сотымызда, міне екеуміз ғана қалдық қой экранда, міне тікелей эфир жүріп жатыр аға міне. Енді не істейміз енді? Сот жоқ, судья жоқ, өзіміз қап шай ішеміз ба, не істейміз? Маған бәрімен қызық үшін қатысым. Аға, сіз анау соттың үкімін күшінен қалдырыңыз демеңіз. Осылар маған іздеу жарияласын, сосын барған сайын өздерінің бет-бейнелерін ашсын. Интерполға жарияласын. Ол бермейді Америка. Жақсы, аман болыңыз. Рахмет. Жақсы, сәке, сау бол. Қуанышта кездесейік. Жақсы. Давай, сау бол, сәке. Көргеніме қуаныштымын. Жақсы. Рахмет, аға. Давай, сәке, давай. Ассалаумағалейкум көпшілік. 3121 қазақ көріп отыр екенсіздер. Мынау тегін комедия. Әлем алдында масқара болды біздің Қазақстанның форма киген сұмырайлары. Анау судьяның өзі қашып кетті, анау прокурор да, анау провокациясы да қашып кетті экранда. Көріп отырсыздар, өшірді де. Ең соңында адвокат, менің қадірлі ағам, сыйлы ағам, Шыңғуат Байжанов Ақсақал екеуміз қалдық. Өз қызық екен де, сотын тастап, соттың өзі тастап қашып кеткен деген қызық екен.